Бір айлық баланың дамуы. Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін бір айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. Бірінші ай сәби өміріндегі ең қарқынды және ерекше кезең болып табылады. Бұл кезеңде жатырдан тыс өмірге бейімделеді және негізгі өмірлік жүйелерін реттейді. Бірінші аптада бала негізінен ұйқыда болады көбінесе. Балада ему, іздеу және ұстау рефлекстері қатты дамыған. Балада жылау байланыстың жалғыз жолы болып есептелінеді. Сондықтан бала жылап өзіне бірдеңе қажет екенін бірден білдіре алады. Екінші апта. Бала анасын иісінен, дауысынан тани бастайды және ажырата алады. Бала аяқ-қолы еріксіз қозғалады. Көзін қысқа уақытқа ашып, анасына тоқтата қарай алады. Үшінші аптада сәбидің сергектеу кезеңі ұзая бастайды. Баланың белсенділігі, қимыл әрекеті арта бастайды. Бала адамның бетіне, көзіне және жарқын нысандарға мұқият қарай бастайды. Төртінші аптада заттың қимылын көзімен күзетеді, жарық жаққа басын бұрады. Шалқақтап ұйқысында еріксіз күлімдейді. Тәулігіне 8-12 рет емеді, 5-6 рет үлкен дәретке шығады және әр емген сайын кіші дәретке шығады. Бір айда бала 500 граммнан 800 граммға дейін салмақ қосады. 3-4 сантиметр бойы өседі. Әр баланың өсу қарқыны әртүрлі, сондықтан балаңызды басқа балалармен салыстырмаңыз. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Сіздермен әрқашан бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.